Су тапшылығы күшейген сайын әлем жаңа шешімдерге жүгініп жатыр. Соның бірі жасанды жауын технологиясы. Қазақстанда бұл бағыттағы алғашқы пилоттық жобаны іске қосты. Оның тиімділігі қандай? Тақырыпты бірге талдаймыз. Биыл Түркістан облысында жауын-шашынды жасанды көбейтуге арналған пилоттық жоба басталды. Мақсаты су қоймаларын толықтырып, өңірдегі 911 мың гектардан астам егістік алқапты сумен қамтамасыз ету. Жоба Біріккен Араб Әмірліктерінің ұлттық метеорология орталығымен бірлесіп жүзеге асырылып жатыр. Мекеме 1980 жылдардың соңынан бері ауа райын модификациялауды дамытып келеді. Еліміз үшін жоба халықаралық тәжірибені игеруге, технология трансферін жүзеге асыруға және осы бағытта маман даярлауға жол ашады. Премьер-министрдің орынбасары жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мадиевтің айтуынша бастама елімізде климаттық технологиялар инфрақұрылымын қалыптастыруға негіз болады. Жасанды жауын табиғи түрде қалыптасқан жаңбыр бұлттары болған жағдайда ғана жүргізіледі. Арнайы ұшақ бұлттарға экологиялық қауіпсіз тұз негізіндегі реагенттер шашып, ауадағы ылғалдың кристалдануын жеделдетеді. Нәтижесінде жауын-шашынның түсу ықтималдығы артады. Операциялар тек қолайлы метеорологиялық жағдайда өткізіледі. Жарамды бұлттарды Қазгидромет анықтайды, ал жұмыстар су тапшылығы байқалатын аумақтарда ғана жүргізіледі. Әсер ету радиусы 5 шақырымнан аспайды. Алдын ала есеп бойынша жоба күткен нәтижеге жетсе, оның экономикалық тиімділігі жылына 35 миллиард теңгеге дейін жетуі мүмкін. Бұл құрғақшылықтан болатын шығынды азайтуға сеп. Соған қарамастан жоба қоғамда қызу талқыланып жатыр. Әлеуметтік желілерде жасанды жауын басқа өңірлердің жаңбырын тартып алады деген пікірлер тарады. Цифрлық үкіметті қолдау орталығы тұжырымның ғылыми негізі жоқтығын мәлімдеді. Ендігі кезекте әлемдік тәжірибеге ойыссақ, жасанды жауын технологиясы әлемде ондаған жыл бойы қолданылып келеді. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның мәліметінше бүгінде ақш, Қытай, Біріккен Араб Әмірліктері, Үндістан, Иран және тағы 50-ге жуық ел бұл технологияны түрлі мақсатта пайдаланып отыр. Ең ауқымды бағдарламалардың бірі Қытайда жүзеге асырылуда. Елде 2014 жылдан бері ондаған мың операция жүргізіліп, жобаға 2 миллиард доллардан астам қаржы жұмсалған. Ал Үндістан технологияны ірі қалалардағы ауа сапасын жақсартуға қолданса, Франция мен Испания бұршақтан келетін шығынды азайтуға басымдық береді. Дегенмен технологияның тиімділігіне қатысты ғылыми ортада бірыңғай пікір жоқ. Швейцариядағы Цюрих жоғары техникалық мектебінің профессоры Ульрике Ломанның айтуынша, жасанды жауын құрғақшылықтың түпкілікті шешімі бола алмайды. Себебі бұл әдіс тек табиғи түрде жауын жаууға дайын тұрған бұлттарға әсер етеді. Сондықтан оны су тапшылығын толық шешетін құрал емес, қолайлы жағдайда қолданылатын қосымша тәсіл ретінде қарастырған жөн. Елімізде технологияның нақты тиімділігі пилоттық жоба аяқталғаннан кейін белгілі болады. Экология және табиғи ресурстар министрлігінің мәліметінше, бүгінге дейін Түркістан облысында 11 өндірістік ұшу орындалып, бұлттарға әсер ету жұмыстары негізінен Отырар және Созақ аудандарында жүргізілген. Қазір әрбір операцияның нәтижесі кезең-кезеңмен сарапталып жатыр. Жоба барысында калий, натрий хлориді және магний қосылыстары негізіндегі реагенттер пайдаланылады. Эколог, тұрақты даму жөніндегі сарапшы Лаура Сейілбектің айтуынша, қолданылатын реагенттердің басым бөлігі табиғатта кездесетін минералдар немесе соларға ұқсас қосылыстар. Сондықтан ғылыми зерттеулер олардың қоршаған ортаға елеулі теріс әсерін анықтаған жоқ. Бұған қоса министрліктің мәліметінше, жоба әзірге зерттеу сипатында жүргізіліп жатыр. Операциялар мемлекеттік шекарадан алыс аумақта өтетіндіктен көршілес елдерге трансшекаралық әсер етпейді. Пилоттық кезеңде жиналған барлық дерек ұлттық базаға енгізіліп, ғылыми бағалаудан кейін технологияны еліміздің басқа өңірлерінде қолдану мүмкіндігі қарастырылады. Дегенмен мамандар жобаның нәтижесін орындалған ұшу санымен емес, су ресурстарын басқаруға қосатын нақты үлесімен бағалау қажет екенін айтады. Экологтардың пікірінше, климаттың өзгеруі, мұздықтардың еруі, жауын-шашынның біркелкі түспеуі және құрғақшылықтың жиілеуі Қазақстан үшін су мәселесін күрделендіріп отыр. Сондықтан жасанды жауын технологиясы ирригациялық жүйелерді жаңғырту және трансшекаралық су ресурстарын бірлесіп басқару сияқты кешенді шаралармен қатар қолданылғанда нәтиже береді. Демек, жауын су тапшылығын толық шешетін әмбебап құрал емес, алайда климат өзгерісі күшейген жағдайда ол су ресурстарын басқарудың кешенді саясатының маңызды элементтерінің біріне айналуы мүмкін. Түркістан облысындағы пилоттық жоба осы тәсілдің Қазақстан жағдайындағы тиімділігін көрсететін алғашқы тәжірибе болмақ.